Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті шетелдік оқу орындарымен байланыс орнатуда. Таяуда қаламызда Болгария елінің психология ғылымдарының докторы Снежана Илиева болды. Университеттің шақыруымен келген ғалым арнайы семинар өткізді. Шараға қаламыздағы 100-ден астам психологтар қатысып, шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасты. Климент Ахридский атындағы София университетінің ұйымдық зерттеулер және дауларды басқару орталығының директоры. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің шақыруымен келген ғалым білім саласын жағымды психологиялық басқарудың ерекшеліктері тақырыбында семинар өткізді. Бұл менің университетке алғаш келуім. Әрине, қонақжай әріптестерімнің арқасында деуге болады. Сондықтан мектепте жағымды басқару деп аталатын семинарды бар ниетімен жүргіземін. Жиынның мақсаты мұғалімдердің ынтасын арттыру, тиімді басқару рөлін қалыптастыру мен жұмыс барысында дұрыс шешім қабылдау. Семинарға қаламыздағы 100-ден астам психолог қатысуға ниет білдірген. Шетелдік әріптестеріміздің тәжірибесімен бөлісуі тікелей балалармен жұмыс жасайтын психологтар үшін таптырмас мүмкіндік дейді семинарға қатысушылар. Для меня, как специалиста, маман ретінде мені профессор Илиеваның тәсілдері өте қызықтырды. Біз жеке тұлғаның психологиялық мәдениетінің дамуына қатысты өз зерттеуімізді жасаудамыз. Мен үшін Еуропада ғалым әріптестеріміздің жан толқынысының зияткерлік дамуын призма арқылы қарастырулары жаңалық болды. Семинарға қатысқан 7 маманға сертификат берілді. Университет өкілдері мен профессор Снежана Илиеваның айтуынша, оқу орындары арасындағы өзара әріптестікті жалғастыру жоспарлануда. Алдағы уақытта Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің оқытушылары мен студенттері Болгария еліне баратын болады. Эльмира Жүрсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.